Адамның денесі өзінің ішкі жүйелерінің тазартылуын талап етеді, ал аутофагия осы процестің табиғи бөлігі. Қазіргі уақытта аутофагия турасында көптеген ғылыми зерттеулер мен мақалалар бар, бірақ терең философиялық және рухани ойлар көбінесе бұл процесс арқылы адамның денсаулығы мен өмір сүру сапасын жақсарту мүмкіндігіне қатысты айтылған. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бұл бірінші байлық денсаулық YouTube арнасы. Бүгінгі контент аутофагия туралы болмақ. Және де аутофагия деген не, оның пайдасы мен зияны туралы және аутофагияның өмірде қалай жүзеге асыру керек екенін айтатын боламыз. Ал сіздер әуелі арнаға жазылыңыздар және қызықты контенттерді жіберіп алмау үшін қоңырау батырмасын басып қойыңыздар. Аутофагияны алғаш рет сипаттаған ғалым Йошинори Осуми. Ол 2016 жылы аутофагия механизмін ашқан үшін Нобель сыйлығын алды. Осуми өзінің зерттеулерінде жасушалардың өздерінің бөлінген немесе қажет емес компоненттерін ыдыратып, қайта өңдеуге қабілетті екенін анықтады. Бұл процесс, яғни аутофагия, жасушаларды қалпына келтіріп, олардың денсаулығын сақтауға көмектеседі. Осумидің жұмысы аутофагияның биологиялық маңыздылығын түсінуге, оның адам денсаулығына және әртүрлі ауруларға, соның ішінде рак, Альцгеймер және басқа да созылмалы ауруларға әсерін зерттеуге үлкен үлес қосқан. Йошинори Осуми деген кім? Нобель сыйлығының лауреаты 1945 жылы ақпанның 9 күні Жапонияның Фукуока қаласында өмір келген. Токио университетін бітіріп, 1974 жылы сол жерде диссертация қорғап ғылым докторы атағын алған. 1974 және 1977 жылдары Нью-Йорктегі Рокфеллер университетінде зерттеуші ғалым болған, кейін Жапон университеттерінде сабақ берді. 2014 жылдан бастап Токио технологиялық институтындағы жасушаларды зерттеу бөлімінің басшысы, профессор. Аутофагия грекше аутос өзім, фагейн жеу. Бұл жасушаларда өздерінің зақымдалған немесе қажетсіз компоненттерін жою және қайта өңдеу процесі, яғни өзін-өзі жеу арқылы қоректендіру. Бұл табиғи және маңызды биологиялық процесс жасушалардың тіршілігін сақтап, дененің жалпы саулығын қолдайды. Аутофагия үдерісіне жасушадағы белгілі бір элементтер жауап береді. Санроқлақтар мен өсімдіктерде вакуоль, жануарларда лизосома. Аутофагияның негізгі мақсаты ағзаны тазалау және жаңарту. Жасуша өзіндегі артық немесе зақымдалған элементтерді жою арқылы энергия мен ресурстарды үнемдейді. Бұл процестің арқасында жасушалар өздерінің сапасын сақтап, өміршеңдігін арттыра алады. Қажетсіз заттардан арылу ағзаға қосымша күш-қуат береді. Бұл үдеріс аштық кезінде қарқынды жүреді. Аутофагияны зерттеу жұмысы көптеген аурулармен, соның ішінде рак, жүрек-қан тамырлары аурулары, нейродегенеративті аурулар, мысалы Альцгеймер және қарттыққа қатысты аурулармен байланысты болды. Сонымен қатар ол организмнің стресстік жағдайларға қарсы әрекет ету механизмінің бір бөлігі болып табылады. Бұл қалай жұмыс істейді? Жасуша қажетті компоненттерді анықтайды, мысалы зақымдалған митохондрияларды. Бұл компоненттер арнайы мембраналармен қоршалып, аутофагиялық вакуоль немесе лизосомаға жиналады. Құрылымдар ыдырап қайта өңделіп, жасушаға қайта пайда әкелетін материалдар ретінде пайдаланылады. Аутофагияның табиғи түрде іске қосылуы жиі ашығу немесе физикалық жаттығулар кезінде байқалады. Бірақ қазіргі уақытта көптеген зерттеулер оның денсаулыққа пайдалы әсерлерін көрсету үшін әртүрлі әдістерді қолдану жолдарын зерттеп жатыр. Осуми жаңалығы нені дәлелдейді? Осумидің 1990 мен 2000 жылдары аралығында зерттеген еңбегі аутофагияның маңызды физиологиялық үдеріс екенін түсіндірді. Ағзаның өзін-өзі тазартуы оны түрлі вирустар мен қауіпті заттардан ерте қартаюдан сақтайды. Себебі ол кезде жарамсыз ақуыздар, жасушадағы зақымдалған элементтер ағзадан шығарылып ретке келтіріледі. Аутофагияның бұзылуы Паркинсон ауруы мен қатерлі ісікке әкеледі. Жапондық ғалымның жаңалығы гендік инженериямен бірлесе отырып, заманауи медицинаның күші жетпей отырған ауруларды емдеуге жол ашуы мүмкін. Аутофагия практикада әдетте арнайы өмір сүру тәсілдері мен диеталық режимдер арқылы жүзеге асады. Бұл процесс жасушалардың қажетсіз компоненттерін тазарту мен қалпына келтіру үшін ашығу немесе басқа да кейбір әдістердің себебінен іске қосылады. Мұнда аутофагияның жүзеге асуы үшін қолданылатын негізгі әдістер. Бірінші, ашығу аутофагияны ынталандырудың ең тиімді әдістерінің бірі. Адам ұзақ уақыт бойы тамақ ішпегенде, әдетте 12 сағаттан артық, жасушалар энергия жетіспеушілігін сезініп, өзіндегі қорларды пайдалану үшін аутофагияны іске қосады. 16-8 жүйесі бойынша ашығу. Көп тараған әдіс.
күніне 16 сағат ашығып, 8 сағат ішінде тамақтану. Мысалы, кешкі 8-де тамақ ішіп, келесі күні түскі 12-ге дейін ашығу. 24 сағаттық жүйесі бойынша ашығу. Кейбір адамдар айына бір рет немесе аптасына бір рет 24 сағат бойы ашығып, аутофагия процесін жақсартады. Ашығу кезінде ағза қаншалықты ұзақ уақыт бойы тамақ алмайтын болса, аутофагия соғұрлым белсенді болады. Бұл процесс жасушаларды тазарту мен қайта жаңартуға ықпал етеді. Екінші, тамақтану сапасы мен калорияны шектеу. Калория тұтынуда шектеу де аутофагияны ынталандырады. Бұл әдіс жасушаларды қор жинау мен қажетсіз компоненттерді жою арқылы өзін-өзі тазартуға көмектеседі. Антиоксиданттар мен пайдалы майлар. Тамақтануда антиоксиданттарға бай тағамдар немесе пайдалы майлар, мысалы омега-3, қолдану аутофагияны қолдауға көмектеседі. Тамақтанудың тепе-теңдігі. Диета қоректік заттардың көп болуы аутофагияға көмектеседі, бірақ артық тағам жеу оның тиімділігін төмендетуі мүмкін. Үшінші, физикалық белсенділік. Жаттығулар аутофагияны арттыруға мүмкіндік береді. Дене белсенділігі, әсіресе күштік жаттығулар мен кардио ағзадағы жасушалық процестерді ынталандырады. Оның ішінде аутофагия да бар. Бұл тәсіл денені қалпына келтіру үшін қажет болған кезде аутофагияның тиімділігін арттыра алады. Төртінші, суды ішуді ұмытпау. Су ішкенде ағза токсиндерден тазарып, аутофагия процесі тиімдірек жүреді. Су ішудің негізгі мақсаты денедегі зиянды заттардың шығуына көмек көрсету. Бесінші, дұрыс ұйқы. Аутофагияның оң әсерін күшейту үшін дұрыс ұйқы режимін сақтау өте маңызды. Ұйқы кезінде дене қалпына келу процесін жүргізеді. Соның ішінде аутофагия да іске қосылады. Алтыншы, қосымша әдістер. Жоғары стресстік жағдайлар. Қысқа мерзімді физикалық немесе психикалық стресстер аутофагияны белсендіреді. Мысалы, төмен температурада болу немесе жеңіл қарқынды жаттығулар кезінде. Спецификалық диеталар, кейбір диеталар, мысалы кетогендік диета немесе полифенолдарға бай тағамдар аутофагияны ынталандыруы мүмкін. Интервалды ашығудың пайдасы бойынша зерттеу жұмысы. Неміс ғалымдарының жақында жүргізген зерттеуіне сәйкес, 16-8 режиміндегі интервалды ашығу денсаулық сапасын айтарлықтай жақсартып, шаршауды азайтады. Интервалды ашығу деп отырғанымыз тамақтану мен диета кезеңдерін кезектестіру тәжірибесі. Аталмыш диетаны ұстаудың әртүрлі тәсілі бар. Мысалы, 16-8 әдісі бойынша 8 сағат аралығында тамақ ішіп, қалған 16 сағат ішінде нәр татпау керек. 5-2 әдісі аптасына 5 күн қалыпты тамақтанып, ал қалған 2 күнде калорияны шамамен 500-600-ге дейін шектеуді қажет етеді. Жоғарыда сөз еткен зерттеу барысында қатысушылар 3 ай бойы аптасына 5 күн 16 сағат диета ұстаған. Нәтижесінде олардың денсаулығы жақсара түскен. Жалпы соңғы уақытта интервалды ашығу диетасын ұстау батыс мәдениетінде кеңінен танымал диеталардың біріне айналды. Бұл көрініске салмақ тастауды жеделдету мәселесіне қатысты бірқатар зерттеулер ықпал еткен. Мәселен, Майнц университетінің ғалымдары интервалды ашығу диетасын ұстаудың денсаулыққа тигізетін пайдасын зерттеген. Зерттеу кезінде 30 қатысушы 16-8 режимін ұстанып, сауалнамадан өткен. Әр азаматтың денсаулығы бақылауға алынып, қан арқылы биомаркерлерге талдау жасалып отырған. Сауалнама деректеріне сәйкес, зерттеудің орташа қатысушы физикалық және психикалық денсаулығын қоса алғанда, барлық көрсеткіш бойынша әл ауқаты шамамен 20%-ға жақсарған. Бұл нәтиже негізінен 4 аптаға созылған. Бірақ бірқатар азаматтарда өзгеріс 2 аптадан кейін нәтиже берген. 3 айлық диетадан кейін психикалық шаршаудың шамамен 40%-ға төмендеп, ісіктің дамуында рөл атқаратын инсулинге ұқсас гормон IFR1 деңгейі өзгерген. Дегенмен ғалымдар қант диабеті сияқты белгілі бір ауруларды бар адамдарға аталмыш диетаны ұстамауға кеңес береді. Аутофагияның денсаулыққа пайдасы мен зияны туралы пікірлер мен зерттеулер әлі де дамып келеді. Бірақ қазіргі уақытта оның негізгі артықшылықтары мен ықтимал қауіптері белгілі. Аутофагияның денсаулыққа пайдасы. Жасушаларды жаңарту мен қалпына келтіру. Аутофагия бұл жасушалардың зақымдалған немесе ескі компоненттерін жою арқылы жаңаруға мүмкіндік беретін процесс. Бұл ағзаның өзін-өзі жөндеу механизмі болып табылады. Қартаюды баяулату. Аутофагияның белсенді болуы қартаюдың әсерін азайтуға көмектеседі. Жасушалардағы зақымдалған компоненттер жойылып, жаңа және сау жасушалар пайда болады. Бұл қартаю процесін баяулатуы мүмкін. Қатерлі ісіктермен күрес. Аутофагия рак жасушаларын жоюда және қатерлі ісік жасушаларының таралуын тежей алады. Бұл процесс ісік жасушаларының көбеюіне жол бермейді. Бірақ бұл тек зертханалық жағдайларда расталған, ал адам ағзасында нәтижелер әртүрлі болуы мүмкін. Нейродегенеративті аурулардың алдын алу. Альцгеймер мен Паркинсон сияқты аурулар кезінде нейрондардағы зақымдалған немесе жинақталған ақуыздар түзелетінін ескере отырып, аутофагия бұл ақуыздардың жойылуына және аурулардың дамуын алдын алуға ықпал етуі мүмкін. Метаболизмді жақсарту.
Аутофагия дененің метаболикалық процестерін реттейді. Бұл инсулин деңгейін төмендетуге және қант диабетінің алдын алуға көмектеседі. Жұқпалармен күресу. Аутофагия микроорганизмдерді, вирус пен бактерияларды жоюда маңызды роль атқарады. Бұл ағзаның иммундық жүйесінің тиімділігін арттырады. Жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын алу. Ағзадағы артық майлар мен холестериндердің жойылуы жүрек ауруларының қаупін төмендетеді. Аутофагияның ықтимал зияны. Ашығу мен ұзақ ашығудың теріс әсері. Ұзақ уақыт ашығу немесе тым қатты калория шектеуі ағзаның қоректік заттарға қажеттілігін арттырады. Бұл иммундық жүйені әлсіретіп, денені стресске ұшыратуы мүмкін. Әсіресе ұзақ ашығу жастар үшін қауіпті болуы мүмкін. Өйткені ағза қажетті энергия мен қоректік заттардан шектеледі. Дене үшін стресс. Ашығу мен физикалық жаттығулар кезінде аутофагияның іске қосылуы дене үшін стресс болуы мүмкін. Әсіресе жүйелі түрде өткізілсе. Бұл ұзақ мерзімді кезеңде дененің жүйке жүйесі мен гормоналдық балансына теріс әсер етуі ықтимал. Гормоналды бұзылыстар. Қатаң диеталар мен ашығу ағзадағы гормондық балансты бұзуы мүмкін, әсіресе әйелдерде. Бұл менструальды циклға, репродуктивті денсаулыққа және жалпы гормоналды жағдайға кері әсер етуі мүмкін. Жоғары қышқылдығы бар аурулар. Аутофагияны үнемі күшейту денедегі қышқылдық деңгейін арттыруы мүмкін. Бұл асқазан, ішек және басқа да жүйелердің ауруларына әкелуі мүмкін. Жасушалық деңгейде абстракция. Өте жоғары деңгейдегі аутофагияның болуы да жасушалардың шамадан тыс ыдырауына әкелуі мүмкін. Бұл жасушалардың тұрақсыздығын арттырып, оларды кері зақымдайды. Қорытындылай кетсек, аутофагия денсаулық үшін пайдалы болуы мүмкін, бірақ оның зияны да болуы мүмкін. Осы процесс арқылы ағза өзін-өзі қалпына келтіріп, жасушаларды жаңартса да, тым қатты ашығу немесе ұзақ уақытқа созылған диеталар ағзаның қызметіне теріс әсер етуі мүмкін. Сондықтан аутофагияны тиімді пайдалану үшін дұрыс тамақтану, теңгерімді ашығу және денсаулық жағдайына назар аудару өте маңызды. Аутофагияны жүзеге асыру үшін негізінен ашығу мен дұрыс өмір салты маңызды рөл атқарады. Бұл процесс ағза үшін табиғи процесс және өте пайдалы, бірақ оны дұрыс жүргізу керек. Әсіресе ұзақ ашығу немесе арнайы диеталарды қолдану кезінде денсаулық жағдайын қадағалау қажет. Осымен сіздерге аутофагия туралы баян еттік. Егер де ашығамын десеңіз, әуелі диетолог маманмен не дәрігермен кеңескен жөн. Егер де бұл контент сіздерге ұнаған болса, онда лүпіл басамыз, пікір жазып қалдырамыз және жақындарымызбен бөлісеміз. Және де арнаға жазылуды ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған бірінші байлық денсаулық арнасы әлемді жақсырақ қылу ұмтылысында. Қош сау саламатта болайық.